балалар, бірінші бір-бірімізбен амандасып алайық, Қуанамын мен де. Қуанамын мен де. Қуанасың сен де. Қуанасың сен де. Қуанайық достарым. Қуанайық достарым. Арайлап атқан күнге. Жақсы, әрекетіміз қазақтың ұлттық ою-өрнектері. Балалар? Қазақтың ұлттық ою-өрнектері сендер білесіңдер ғой? Атам заманнан келе жатыр. Біздің киімімізде болады ою-өрнектер. Текемет, көрпе, жастықтарымызда болады, етіктерімізде болады. Барлығын білеміз ғой. Осы ою-өрнектерді аттарымен қазір танысамыз барлығымыз. Ол өте көнеден келе жатқан біздің ою-өрнектеріміз. Мысалы үшін мынау, балалар, құс қанаты деп аталады. Өйткені оның екі қанаты болады. Құстың қанаты сияқты жайылған болады. Сондықтан оны құс қанаты деп атайды екен, балалар. Ма? Қалай аталады екен? Құс қанаты деп аталады екен. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Өйткені ол құстың қанатына ұқсайды екен. Балалар? Мынау көбелек деп аталады екен, мынау оюымыз. Өте әдемі екен, көбелекке ұқсайды екен. Бұл жаңа қоржындарда болады екен, киімдерде болады екен, ою-өрнектер қазақтың ұлттық киімдерінде. Бұл көбелек деп аталады екен, балалар. Қалай аталады екен? Көбелек деп аталады екен. Мынау түйе табан деп аталады екен, балалар. Көріпсіңдер ма? Өйткені бұл түйе табан деп аталуы түйені табаны ұқсақты екен, міне ойуды. Көріпсіңдер ма, балалар? Бұл түйе табан деп аталады екен. Бұны балалар қазақта жаңағы түс кигіздерге қойған екен, кигіздерге басқан екен осы түйе табанды. Тұқымдар ма, балалар? Қалай аталады екен? Түйе табан деп аталады екен. Ал мынау, балалар, гүл ою деп аталады екен. Әдемі гүл ою екен, Жаңағы міне сендер киіп отырсыңдар ғой, осы желеттеріне осы гүл оюы орналасады екен. Әдемі ма? Әдемі екен. Ал мынау ою тарақ деген ою екен. Қазақтың ұлты. Бұларда неше түрлі сырлар жатыр екен қазақтың. Ал мынау қаз мойын деген ою екен, балалар. Қане айтайықшы? Қаз мойын. Қаз мойын. Өйткені ол қаздың мойыны сияқты ұзын келеді екен, балалар. Енді жаңа ол қазақтың ұлттық ою-өрнектерімен таныстық, Мынаны қалай атадық, балалар? Жаңа айттық қой. Қаз мойын. Тарақ деген ою екен, Енді гүл ою екен, Мынау түйе табан деген ою екен, Сендерге ұнады ма қазақтың ұлттық ойындар? Қазір оюлармен таныстық қой. Енді қазір мына жаққа барып тапсырмалар орындайды, Жүріңдер. Мынау қазақтың ұлттық ойынымыз былайша істейміз. Қараңдар маған. Мына жерде мынау қандай түс? Көк түс. Сары түс, қызыл түс, жасыл түс. Мына жерде стрелка көріпсіңдер, балалар? Енді қараңдар, бірінші көк түс. Көк түс қалай қарап тұр? Стрелка қалай қарап тұр? Оңға қарап тұр, Міне, оңға қоямыз. Екінші қалай қарап тұр? Жоғары. Жоғары қоямыз. Оны қандай түсті қоямыз? Сары түсті қоямыз. Одан кейін төмен қарап тұр. Қызыл түс. Қандай түс? Одан кейін жасыл түс. Жақсылап қоямыз. Енді қыздар, сендер мына жаңағы танысқан ою-өрнектер. Осыны әдемілеп бояймыз. Сыртына шығармаймыз, Мына өркеш деген ою-өрнек. Су бары тұр. Ал бұлда сендер мына жерде карандаштарды алыңдар. Кептер деген ою екен. Мына жаңағы түйе табан екен. Ал қыздар, сендер апамызға
қоржын тігейін, иә? Әдемілеп қоржын тігіп беріңдер. Сосын атамыз баян сендерге сыйлық беріп тұрады ішінен, иә? Ине жібімізді аламыз, әдемілеп қоржын тігеміз, иә? Ал кәне бастаймыз балалар. Әдемілеп жан-жағынан шығармаймыз. Енді қандай түс тұрмын? Мынау қандай түс? Сары. Сарының қалай қарап тұр? Жоғары стрелка, е? Алдын сарын табауы. Мынау қандай ою екен? Қошқар мүйіз. Қатты айтамыз? Қошқар мүйіз деген ою екен. Мынау қызыл. Ал белгі қалай қарап тұр? Жанына қарап тұр, е? Қоя қой. Жанына қарап тұр. Одан кейін, мынау қандай түс? Жасыл. Ал белгі қалай қарап тұр? Төмен қарап тұр, е? Бұл ою қалай аталады екен? Қошқар мүйіз деп аталады екен, е? Айтамыз. Қандай ою? Қошқар мүйіз. Дұрыс айтады. Қыздар, айтып береміз, е? Қоямыз. Бұл оюдың аты құс қанаты екен. Айтшы, қалай екен? Қалай аталады екен? Ою? Құс қанаты ою екен, е? Әдемілеп қойып жатыр. Мынау түс қандай түс? Көк түс. Оюдың аты қалай екен? Кептер. Кептер деген ою екен, е? Жантебек кәне. Қандай түспен бояп жатсың? Көк түспен. Ақтандай, сен қандай? Түсі қандай? Қандай түспен боясың? Жасыл. Қошқар мүйіз деген ою екен, е? Қане, қыздар сендер үшін. Шаршадық па? Онда бір сергіп алайық, е? Қане, аталарымызды қоя тұрайық. Қане, қоямыз. Қане, қоямыз. Музыка болса. Енді шаршағанымызды басып алдық, е? Көрсек. Енді жаңа аяқталмаған тапсырмамызды орындайық. Балалар, және қоржынымыз шықты, е? Міне. Мына ою қалай аталады екен? Айтамыз. Қандай ою екен ол? Қарлығаш деген ою екен. Кәне айтаршы? Қандай? Қарлығаш деген ою екен, е? Енді апамыз бізге риза болады екен, е? Ой. Ал, сендердікі қандай ою болды балалар? Қатты айтамыз? Түйе табан деген ой екен. Амина, сенкі қандай? Құс қанаты деген ой екен. Қатты айтшы? Қанаты. Ой, молодец, жарайсың. Балалар, сендердікі қандай ой екен кәне? Көгершін деген ой екен. Азамат, я сенкі қандай ой? Көгершін деген ой екен. Ал, балалар, менің қолымда бар ғой. Ою өрнектер бар, әртүрлі, е? Осының сыңарын табамыз. Е? Қане барлығымыз осының сыңарын табайық. Қане табамыз. Сыңарын табамыз. Мынау домбыра деген ою екен, е? Осының сыңарын табамыз.
қоя ғой. Көгершін деген жартысын таба ғой. Не, Айзия? Ал ғой. Өркеш. Әке алды. О, молодец. Сенікі қандай екен? Мақтагүл. Мақтагүл деген ою екен. Ақта, сенікі қандай ою екен? Өркеш. Өркеш деген екен. Мынау қошқар мүйіз деген екен балалар. Міне, қошқар мүйіз. Мынау қандай ою екен? Қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз, дұрыс айтады. Мынау арқар деген ою екен. Осының жартысын әкел. Кім тапты? Гаухар, қоя ғой. Қоя ғой. Қандай ою екен онда? Арқар, дұрыс айтады. Мен домбыра. Домбыра, дұрыс айтады Айзия. Сенікі қандай екен? Азамат? Табан деген ою екен. Кәне, көрсетіңдерші. Мақтагүл деген ой екен. Ой, жарайсыңдар. Күшті тартыңдар, міне. Құс қанаты деген. Айгүлкем, сенікі қандай екен? Құс қанаты. Құс қанаты. Жақсы, рахмет балалар, е? Балалар, жаңағы мына тапсырманы өте жақсы орындадыңдар, е? Енді апамызға әдемілеп текемет жасап берейік оюдан. Жаңағы оюды өзіміз түсіндік қой, қандай оюлардың түрлерімен таныстық, е? Ал енді апамызға әдемілеп текемет жасап берейік, е балалар? Әдемілеп текемет жасап. Міне, ірігіп істейміз балалар. Міне, қойдық. Андағын ортасына қойalım. Қызылды мына жерге әкелеміз. Екі жақ шеттеріне қызыл қояйға, сонда әдемі түседі балалар. Кәне, әдемі қой. Анда қызылды беріңіз. Кәне, әкел онда. Балалар. Қызыл. Енді мына сарыны қай жерге қояйық? Ортасына қояйық, е? Екі жақ шетіне. Ал сары мына жағына қоя қой. Айгүлкем, әдемілеп қоя қой. Ой, апамыз риза болатын болды, е? Дұрыс болды ма? Ой, жақсы. Кәне, бұлай қояйық. Қошқар мүйіз деген ою екен, е? Көрдіңдер ма? Не балалар? Кәне, балалар, біздің текеметіміз әдемі болды ма? Балалар, бүгін біз не туралы өттік? Оюлар туралы дұрыс айтасыңдар, е? Қандай оюлармен таныстық? Арақ деген ою. Қанаты деген ою. Табан деген ою. Өр деген ою. Деген ою. Одан кейін қаз мойын деген ою. Өте жақсы балалар. Біз оюды жаңағы киімдерде көреміз, өздеріне үстерінде отыр ғой барлығын, е? Өте қызық болды ма біздің сабағымыз балалар? Өте қызық болған үшін сендер не істейсіңдер балалар? Онша болмаса бұлай істейміз. Ал жақсы болса бұлай жасаймыз, е? Ұнады ма балалар? Сендерге де балалар көп рахмет сабаққа қатысқандарың үшін.